Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз уақытты қалай басқарамыз, тайм менеджмент қазіргі кездегі ең өзекті тақырыптардың бірі болып табылады. Ең үздік деп танылған, алдарыңызда көріп тұрғандай, Кемел Адам кітабынан осы бөлімді мен оқитын боламын. Бүгінгі видео сіздерге ұнаған болса, өз ой-пікіріңізді видеоның астында комментарийға жаза кетсеңіз болады. Және де мені қолдау мақсатында YouTube каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, менің YouTube каналымда активны болып мені қолдап отырсаңыздар, бұл маған ең үлкен мотивация, яғни қолдау болып табылатын еді. Ал ендеше кеттік. Тайм менеджмент, денсаулық пен бос уақыт адам баласы қадірін бағалай алмай алданып қалатын екі байлығы деп Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз айтып кеткен екен. Уақыт ең үлкен сый және адамзатқа тегін берілген аса құнды ресурс. Уақыт байға да, кедейге де, даладағыға да, қаладағыға да ортақ. Бір тәулік, яғни 24 сағат немесе 1440 минут жас, кәрі, еркек, әйел демей барлығымызға бірдей берілген. Қолыңызды көкірегіңізге қойып, жүрек қағысын тыңдаңыз. Дұрыс. Әрбір тыныс алған деміңізге мән беріңіз. Сіз жүрек қағысын шығарған әрбір деміңізді ешқашан кері қайтара алмайсыз. Жиған байлығыңды жоғалтсаң, еңбектеніп, орнын қайта толтыруға болады. Достарыңды жоғалтсаң, олардың орнына жаңа достар табылады. Ал уақытыңды жоғалтып алсаң, оның орнын еш нәрсе толтыра алмайды. Өйткені уақыт кері айналмайды. Ақшаны қарызға алуға болады, бірақ уақытты ала алмайсыз. Сондықтан ең әуелі уақытты жоспарлауды үйренуіміз керек. Қолымыздағы құнды дүниелерге барынша мұқияттық танытатынымыз айтпасақ та түсінікті. Мысалы, ақшамызды банкте немесе ең сенімді жерде сақтаймыз. Оны қалай болса солай көшеде кездескен кім көрінгенге жөн жосықсыз тарата бермейміз. Алайда құр босқа жоғалтқан жастық шақ пен күш қайратына, есіл кеткен уақытына адамдар қайғырып жатпайды. Қымбат уақытын баянсыз іске жұмсап, уақыттың өзіне ұрлатады. Уақыт атты ең бағалы ресурсын желге шашып, бос нәрселерге оп-оңай айырбастай салады. Мұның бәрі уақыт құндылығын дұрыс бағаламаудан туындайды. Әсіресе біздің қоғамда бір-біріміздің уақытымызды жеу кең етек алған. Көпшілік халық шақырған жерге, тойға, қонаққа уақытында бара бермейді. Тойымыз ең ерте дегенде 2 сағатқа кешігіп барып басталады. Шетелден жаңадан оқу бітіріп келген 2001 жылы үйлену тойына дәл уақытында барамын деп 3 сағат есіктің алдында сопайып күтіп тұрғаным әлі есімде. Содан бері арада аттай 20 жыл өтсе де, уақытты бағалау тұрғысынан әлі еш нәрсе өзгере қойған жоқ. Той басталғаннан кейін кем дегенде 5-6 сағатымызды даңғаза ән мен мәні азайған жиналыс тілектерге кетірудеміз. Қонаққа барсақ та солай, бәрібір уақытта жиналмайды. Уақытында келгендер үнемі кешігіп жүретін қадірлі қонақтарды күтіп отырады. Түннің бір уағына дейін жалғасатын той, кез келген отырыс келесі күннің энергиясын ұрлап, өнімділігін кемітіп жатқанын көбіміз ескере бермейміз. Ең сорақысы, кешіккен адам біреудің уақытын ұрладым деп өзін кінәлі сезінбейді. Ол үшін кешігу қалыпты жағдай. Мұндай қоғамда ешқашан даму да, алға жылжу да болмайды. Ал керісінше, әрбір минутын орынды жұмсап, әрбір сағатын дұрыс жоспарлап, тиімді пайдаланатын жеке адамда, қоғамда өркениеттің көшін бастап, алға қарыштап дами береді. Күндіз-түні әлеуметтік желіде телефон шұқылап, одан қалса теледидардың алдында телміріп отырып, арзан қалжың, бітпейтін мәні жоқ сериалдар тамашалаумен бар ғұмырын өткізіп жатқандар қаншама. Кейбір зерттеулерге сүйенсек, бүгінгі таңда смартфонды орташа қолданатын адамның өзі оны күніне 2617 рет, ал көбірек қолданатындар 5400 рет дүркін түтеді екен. Apple компаниясы iPhone-ды белсенді қолданушылар үшін күніне 80 рет, сағатына 7-8 рет қарайтынын растаған.
Уақытын тиімді пайдалана алмаған адамдар оның үнемі жетпей жатқандығын айтып шағымданады. Жаңа нәрсені үйренуге, қандай да бір істі жасауға уақыт тапшылығы себеп деу шындыққа жанаса бермейді. Мысалы, артына мол мұра қалдырған Әл-Фараби, Яссауи, Ұлықбек, Абай мен Шәкәрім тәрізді барлық жасампаз ұлы тұлғаларға берілген уақыт мөлшері бізге де берілген. Арадағы айырмашылық көпшілік адам уақытты әйтеуір өткізуді, ал ұлы адамдар оны тиімді пайдалануды ойлайды. Мысалы, 45 жасында дүние салған имам Науауи 500 томға жуық құнды еңбек жазып кетті. Ол күндік намаз, ораза, зікір секілді құлшылықтармен қатар ғылымға, кітап жазуға уақыт табу үшін әр минутын тиімді пайдаланудың жолын іздеген. Ғұламаның күніне бір-ақ рет тамақ жегендігі, жолда кетіп бара жатқанда да пайдалы істермен айналысқандығы айтылады. 45 жас ғұмыр ұзақ ғұмыр емес, бірақ артында мұншалықты көп құнды мұра қалдыруы оның уақытты өте тиімді пайдаланғандығының көрінісі. Сондықтан ғұмырдың ұзақтығы көп жыл өмір сүрумен емес, қысқа болса да уақытты тиімді пайдаланып, дұрыс нәрселерге жұмсаумен өлшенеді. Ал бос нәрсемен өткен ұзақ ғұмыр жоғалған көп уақыт қана. Орынсыз жұмсалған ақшаның ысыраптығын, желінбей босқа төгілген астың обалдығын жиі айтамыз. Ал уақыттың ше? Есіл кеткен уақыттың ысыраптығы мен обалдығы неліктен жиі айтылып, әрбіріміздің бас уайымымызға айналмайды? Уақыт адам баласына жаратушы тарапынан берілген ұлы нығмет. Ақыретте бұл нығметтен сөзсіз сұраламыз. Алла елшісінің саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде былай делінеді: қиямет күні адам баласы мына нәрселерден сұралып, есебін толық бермейінше Алланың құзырынан жіберілмейді деген екен. Ғұмырын не істеп тауысқандығы, жастық шағын қандай іспен өткізгендігі, ақшасы мен дүниесін қандай жолмен тапқандығы, қаржысын қайда жұмсағандығы, үйренген біліміне қаншалықты деңгейде амал еткендігі туралы сұралады. Сағаттың шықылдағы емес ермек, хамиша өмір өтпек ол білдірмек. Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас, өтті, өлді, тағдыр жоқ қайта келмек. Сағаттың өзі ұры шықылдаған, өмірді білдірмеген күнде ұрлаған. Тиянақ жоқ, тұрлау жоқ, келді кетті, қайта айналмас, бұрылмас бұлдыр заман. Өткен өмір белгісі осы сыбдыр, көңілді күнде сындыр, әлде тындыр. Ақыл анық байқаған қылығыңды, қу шыққан сып, қағасың босқа бұлдыр. Күн жиылып ай болды, 12 ай жыл жиылып қартайып қылғаны бұл. Сүйенген, сенген дәурен жалған болса, жалғаны жоқ, бір тәңірім кеңшілік қыл. Абай Құнанбайұлы. Уақытты тиімді пайдалану жолдары. Жетістікке жетуді мақсат еткен кез келген адам уақытының әрбір минутын жақсы амалдармен толтырып, күндік жоспар жасауға тырысады. Көп адам күндік жоспарын дұрыс түзе алмай, оны әртүрлі керекті, керексіз іспен үйіп-төгіп толтырып тастағандықтан үнемі асығыс, үсігіс, стрессте жүреді. Тіпті жоспарлап алып орындамаған істер үшін өзін кінәлі санайды, өзіне деген сенімін жоғалтады. Нәтижесінде жоспар бұзылғандықтан армандары айда, өздері сайда қалады. Бәрін тастап, жоспарсыз бейғам өмірге көшеді. Мұндай жеңіліс уақытты басқару жолын білмегендіктен, жоспар жасаудың тиімді тәсілдері мен тетіктерін меңгермегендіктен туындайды. Әсілінде жоспармен атқарылған 1 сағаттық жұмыс 1 апта бойы жоспарсыз жасалған жұмыстан артық өнім береді. Ісі дұрыс реттелген адамның көңілі тоқ жүреді, өзін бақытты сезінеді. Бұл жайлы Виктор Франкл былай дейді: дұрыс жоспарланып реттелген өмірдің екінші көрінісі бақыт.
Қазір рет-ретімен уақытты басқарудың, дұрыс жоспар құрудың жолдарын үйренеміз. Әуелі миыңды қоқыстан тазарт. Жоспар жасап, іске кіріспес бұрын миымызды керексіз қоқыстан тазалап, өзіңе қажет істерді анықтап алудың маңызы зор. Ананы сатып алу керек, мынаны жасау керек секілді құмырсқадай құжынаған, шиеленіп шатасып қалған жіп секілді сан қилы ойлар, түрлі міндет миымызды торлап алады. Жұмыстың көптігінен қорқып, істі неден бастарын білмей, абдырап қалған адамның күйін кешеміз. Мидағы шашылып жатқан тізім адамды стресске итермелейді. Ананы жасау керек еді, мынаны істеу керек еді деген санадағы шашыраңқы ойлар жан дүниемізді мазалап, ұйқымызды қашырады. Өйткені адамның миы орындалмаған істі үнемі еске түсіріп, орындалуы керектігі жайлы үздіксіз сигнал беріп тұрады. Нәтижесінде ағза сыр береді. Әсілінде өмірімізді жоспарлау дегеніміз үйіп-төгіп керекті керексіз істерді жасауға ұмтылу емес. Өмірдің қатаң қағидаларға, күрделі схемаларға негіздеп, алда атқарылуға тиіс жүздеген жұмысты миға толтырып тастау адамды күнделікті өмірдің қарапайым қуанышынан қағады, ләззат алуына кедергі келтіреді. Мұндай қайшылық күндік графиктің бұзылуына, жоспардың мақсатына жетпей, жарты жолда тоқтап қалуына әкеліп соғады. Жоспарлаудың нәтижелі болуы миды керексіз қоқыстан арылтып, өзіңе қажетті ішкі құндылықтарыңмен қабысқан маңызды жұмыстарды атқара білуде жатыр. Ол үшін мидағы істеуім керек деген ой жоспардың әрқайсысын бөлек-бөлек кішкентай қағазға жазып, тақтаға іліп тастаңыз. Мысалы, машина сатып алу, iPad сатып алу, ағылшын тілін үйрену, суда жүзуден сабақ алу, үй салу, жаңа кеңсеге көшу, шетелге демалысқа бару, балаларды дәрігерге қарату, денсаулықты тексерту, тағысын тағы. Сөйтіп, мидағы қоқыс қағазға түскенде барлық ой жоспар көзге көрінетін, қолға ұсталынатын материалдық затқа айналады. Сосын олардың ішінен шынымен өзіңе өте қажет істерді бөліп алып, тақтаға жеке қатарға қайтадан жабыстырып шығыңыз. Ал керек емес деп шешкен істеріңізді бөлек қатарға жапсырыңыз. Керексіздерді анықтау үшін өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мысалы, көлік маған не үшін қажет деген сұрағыңызға анда-санда ауылға барғанда, достарыммен кездесуге деген жауап болды делік. Ендеше көлік алуды міндеттеп тұрған осы себептерді зерттеп көрелік. Ауылға жылына 2 рет барады екенсіз. Оның үстіне жол тақтайдай тегіс. Сонда 2 рет міну үшін сонша ақша жұмсап, көлік алу тиімді ме? Ал екінші себеп, достармен кездесуге қымбат көлік мініп бару не үшін қажет? Мақтан үшін? Өзіңді олардың алдында төмен санамас үшін? Демек, көлік алу жай ғана эмоциялық күйден, нәпсілік қалаудан, басқалардың пікіріне тәуелділіктен туындаған ой болып шықты. Көліктің саған аса қажеттігі жоқ екен. Сондықтан оны керек еместер тізіміне кіргізесіз де миыңыздан өшіріп тастайсыз. Миыңыз бір қоқыстан тазарды. Бұл жай ғана мысал. Осылай өзіңізге анық қажет істерді нақтылап алғаннан кейін тақтаға негізгі 8 бағыт: интеллектуалдық даму, хобби, жеке кәсіп, отбасы, денсаулық, рухани даму, әлеуметтік қарым-қатынас, қоғамдық жұмыс тақырыптарын жазыңыз. Сосын әр бағыттың астына оған қажет істеріңізді бір-бірлеп қайтадан іліп шығыңыз. Одан кейін қадам уақыттың ыңғайына қарай әрқайсысын жеке-жеке жоспарлаңыз. Өзіңіз жұмыс істейтін жерді артық заттардан тазартып, тәртіпке келтіріңіз. Біздің санамыз, көңіл күйіміз өмір сүріп жатқан кеңістікпен тікелей байланысты. Артық кәкір-шүкір заттардан құтылып, ретке келтіргенде санамыз да автоматты түрде тазарып, ретке келе бастайды. Киім тұратын гардеробыңызды көп қолданбайтын киімдерден босатып, ретке келтіріңіз. Көлігіңізді тазалығына мән беріңіз. Өмір сүріп жатқан кеңістікпен жиі қарым-қатынасқа түсетін сыртқы әлемдегі хаос,
санадағы хаосқа себеп болады. Смартфондағы қажет емес бағдарлама суреттерді өшіріңіз. Ең көп қолданатын бағдарламаларды алғашқы бетке орналастырыңыз. Айтылған мәліметтерді дәл осы суреттегідей өзіңіздің қабырғаңызға жабыстырып шықсаңыз болады. Оқылып жатқан мәліметтер сізге пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, видеодағы өзіңізге ұнаған тұсты комментарийға бөлісіп жаза кетіңіз. 20-80 қағидасы. Италия философы әрі экономист Вильфредо Федерико Дамос Паретто өзінің жекеменшік бақшасында жұмыс істеп жүріп, бұршақ дақылы жалпы өнімнің 80%-ын 20% өсімдіктен жинап алатындығын байқайды. Осыдан кейін 20-80 теориясын басқа салаларға да қолданып көреді. Нәтижесі таңғаларлық. Италия жерінің 80%-ы халықтың 20%-на ғана тиесілі екен. Содан кейін ол Италиядағы барлық саладағы жалпы өндірістің 80%-ын 20% ірі компаниялар өндіретіндігіне көз жеткізеді. Барлық салаға қатысты бұл теңгерімсіздік көрсеткіші кейіннен Паретто принципі немесе 80-20 қағидасы деп атала бастады. Бірақ бұл 80-20 көрсеткіші әрдайым тұрақты бола бермейді. Дегенмен бұл теңгерімсіздікті көптеген салада шамалас мөлшерде байқауға болады. Мысалы, тұтынушылардың 20%-ы саудадағы жалпы пайданың 80%-ын әкеледі. Сауда өкілдерінің 20%-ы сату өнімінің 80%-ын қамтамасыз етеді екен. Кез келген кітаптың 20% көлемі 80% мазмұнын қамтиды. Египетте оқып жүрген кезде студенттердің кейбірі емтихан тапсырар алдында кітаптың маңызды жерлерін ғана сызып оқып, қалғанын тастап кетуші еді. Емтихан нәтижелері де жақсы болатын. Бұл қағиданы өмірде қолдану үшін калькуляторды да алып, кез келген істің 80-20%-ын көрсетіп шығарудың қажеті жоқ. Бастысы жүгіңізді жеңілдетіп, нәтижелі жұмыс істеудің жолдарын білу. Ендеше, оны өмірде қалай қолданған жөн? Бірнеше мысал келтірейін. Әуелі атқаратын істердің ішіндегі ең маңыздысын тауып, оны орындауға ынта-жігеріңізді шоғырландырыңыз. Кез келген істі орындаудың ең қысқа, ең тиімді жолын қарастырыңыз. Ең маңызды істерді ең жоғарғы деңгейде кемеліне жеткізіп жасаңыз да, қалғандарын жақсы деңгейде орындасаңыз жеткілікті. Немесе мүлдем айналыспаңыз. Кәсібилігіңізді өзіңіз таңдаған бірнеше салада терең дамытыңыз. Барлық салада мықты болуды талпынбаңыз. Үйіңіздегі артық заттарды таратып беріңіз. Жарамсыз болса, қоқысқа тастаңыз. Бөлмелері бос тұрған көп бөлмелі үлкен үйді сатып, өзіңізге қолайлы кішірек баспанаға көшіңіз. Компанияңыздағы пайдасы аз, өнімсіз қызметкерлерді босатыңыз да, олардың айлығын нәтижелі жұмыс істейтін мамандарға бөліп беріңіз. Тауарлардың ішінде көп сатылмайтын, босқа орын алып, ақшаңызды ұстап тұрған өнімдерді қысқартыңыз. Бір ғана іске басымдық бер. Кісінің кемел діндарлығының көрінісі өзіне қатысы жоқ нәрселерді тәрк етуі деген екен. Кеңдікпен өтсін десең, ерте-кешің бір іске жұртқа ұнайтын сарып қыл күшің. Екі кеменің басын ұстаған суға кетеді деген мақал осы бір ғана іске басымдық бер деген сөзді ашып тұр. Күндік болсын, мейлі апталық немесе айлық, тіпті жарты, бір жылдық болсын, жоспар құрған кезде маңыздылығына қарай белгілі бір істерге басымдық танытпасаңыз, көп жағдайда жетістікке жету мүмкін болмай қалады. Қазақтың екі кеменің басын ұстаған суға кетеді деп мақалдауы да сондықтан. Нақты бір іске аса мән беріп, баса назар аудармаған жағдайда қалған істің айтарлықтай нәтижелі болмайтығын Рим ақыны Публин Сирде бір уақытта екі нәрсені бірдей жасауға тырысу, еш нәрсені жасамау деген сөз
деп түйіндесе американдық жазушы ок мадино, мына өмірде кім белгілі бір іске көңіл бөліп баса назар аудара алса, сол адам нақты жетістікке жетеді деп жазған екен. Зерттеуші Кевин Круз өзінің «Уақытты басқарудың 15 сыры» атты еңбегінде жетістікке жеткен жеке тұлғалар өміріне зерттеулер жасаған. Олардың ерекшелігі күндік жоспарына қаптаған жұмысты тізіп қоймайтынын, уақытты басқарудың күрделі техникаларын, түрлі диаграмманы қолданбайтындығына назарымызды аударған. Бұлардың орнына олар өмірлік құндылықтарға көбірек мән беріп, дұрыс дағдыларға сүйенетіндіктерін, атқаратын шаруаларының ішінде ең маңыздысына баса назар аударып, басымдық танытатынын анықтаған. ақш-тағы Миссури штаты университетінің профессоры Тереза Макан уақытты басқару, өнімділік, стресс тақырыптары бойынша арнайы зерттеу жүргізген. Зерттеу қорытындысы бойынша жетістікке жетудің негізгі кілті дұрыс басымдық беру және уақытты басқарудың дұрыс техникаларын қолдану екендігіне көз жеткізген. Қысқасын айтқанда, жетістіктің кілті ең маңызды ісіңді және оны қалай жүзеге асыру жолдарын білуде екен. Расымен де маңызды, күрделі іске ерекше назар аудармастан, жалпы атқарылатын істердің тізімін үйіп-төгіп, күндік жоспарға кіргізген жағдайда адамның ерік-жігері шашырап, қуаты мұқаланады. Кез келген кедергі немесе шұғыл шаруалар маңызды ісіңізді кейінге шегере береді. Мысалы, сіз ағылшын тілін үйренемін деп ниеттендіңіз. Сөйтіп, бұл мақсатыңызды басқа күнделікті атқарылатын жалпы істермен қатар қойып, оған басымдық танытпасаңыз, нақты нәтижеге қол жеткізу екіталай. Көбінесе шұғыл атқарылуы тиіс істер арасында бұл мақсатыңыз өзін жоғалтып алады. Сондықтан күніне бірнеше іске ғана аса назар аударып, басымдық беру керек. Ынта-жігеріңізді бір іске шоғырландыру керек. Мысалы, өз басым қараша айында ойнымдағы остеохондрозды емдеуге маңызды мәселе ретінде қарағандықтан бір ай бойы арнайы уақытымды бөлдім. Нәтиже жақсы болды. Кейбір кісілер дүние өртеніп кетсе де мынаны жасауым керек дегені осы әдістің қазақы жалпақ тілмен айтылған нұсқасы. Бұл намаз құлшылығында да кездеседі. Мысалы, намаздың парызы, сүннеті бар. Біз парызға басымдық танытамыз, қандай жағдай болса да оны атқаруға тиіспіз. Ал шұғыл, асығыс жағдайлар шығып жатса, сүннет намаздарын кейіндете тұрамыз. Дәл қазір өз басым алдағы 3 айда басымдық танытып, осы кітаптың қалған бөлімдерін жазуды жоспарға кіргіздім. Демек, күнде осы іспен айналысамын. Басқа жоспарлаған жұмыстарым қандайда бір себеппен кейінге шегерілсе де, кітап жазуды тастамауға тырысамын. Әр адам өзінің мамандығына, іспен жүрген жұмыстарына, жеке жағдайына қарай басымдық беріп, ынта-жігерін шоғырландыратын маңызды ісін анықтап алуы тиіс. Мысалы, университетте оқып жүрген талапкер үшін басымдық қандайда бір күрделі пәннен қосымша дәріс алу болуы мүмкін. Кәсіпкер үшін ісімім маркетингті жетілдіру болуы мүмкін. Басымдық беріліп, ынта-жігер шоғырландырылатын іс бір күнде тындырылатын тірлікте, 6 айда жасалатын жүйелі жұмыста болуы мүмкін. Бірақ үлкен мақсаттарға жету үшін ұзақ мерзімді, ең болмаса 1 апта, 1 айлық істерді жоспарлап, оларға ауқымды басымдық берген жөн. Басымдық беріп, мақсат еткен ісіңізде нақтылықты ұмытпаңыз. Мысалы, осы айда салмақ тастаймын деп жалпылама емес, 2 кило артық салмақтан құтыламын деп нақты межелеңіз. Ал нақты мақсат қойғаннан кейін оған жетудің дұрыс жолын қарастырып, сол бойынша жүйелі әрекет етіңіз. Көпшілігіміз жасаған жоспарымызды шұғыл шаруа шықса, оп-оңай бұзып жібере саламыз. Мысалға, сағат 11-де суда жүзу үйірмесіне жазылып қойдыңыз делік, үйіңізден немесе офисіңізден шығар кезде жақын танысыңыз телефон шалып, сізді маңызды іс бойынша кофеханаға шақырып қалса, миыңыз бірден
оңайын таңдауға құмбыл тұрады. Суда жүзуге қарағанда кофе ішу әлде қайда оңай және нәпсіңізге ұнамды. Осы кезде миыңыз суда жүзуді кейінге қалдырудың жоспарын іздей бастайды. Мысалы, жаттықтырушы хабарласып, сабақты ертеңге ауыстыруды ұсынуыңыз мүмкін. Мұның алдын алу жолы денсаулығыңыз үшін кәсіби дәрігерге алдын ала жазылып қойғандай дәрежеде мән беріңіз. Әдетте дәрігерге жазылған уақыттан ешкім кешікпейді, оның уақытын өзгертпейді де. Ал танысыңызға кездесуді өзіңізге ыңғайлы басқа уақытқа немесе келесі күнге қалдырыңыз. Ал егер басымдық танытқан маңызды істерге бөлінетін уақытта балаңыз ауырып қалып, дәрігерге шұғыл апаруға тура келіп жатса, мұндай жағдайда маңызды ісіңізді сол күннің басқа уақытына ауыстырыңыз. Маңызды емес істермен айырбастаңыз. Көп адамдар маңызды істердің орындалмауын мінез кемшілігі деп түсінеді. Олай емес. Әсілінде оның себебі санадағы жүйесіздік пен ретсіздікте, яғни қайткенде орындалуға тиіс маңызды істер жүрек пен санада мықтап орнықпауында. Сондықтан маңызды істерді анықтағаннан кейін оны санаға әбден сіңіріңіз. Назарыңызды сол іске шоғырландырыңыз. Яғни ол істі үнемі естен шығармаудың жолын қарастырыңыз. Айталық маңызды деп тапқан ісіңізді жылдық, 90-дық, айлық, апталық жоспарға кіргізіңіз. Әр күні жатарда қағазға жазыңыз. Таңертең күндік жоспарыңызды пысықтағанда басты істерге айрықша назар аударыңыз. Үйіңізде немесе кеңседе арнайы тақтаға көзіңізге түсетін жерге үлкен әріптермен жазып қойыңыз. Осылай маңызды істеріңізді жүрегіңіз бен санаңызға толық орнықтырмасаңыз, кез келген шұғыл шаруалар оларды оп-оңай ығыстырып жібереді. Шұғыл істер көбінесе маңызды жұмыстарға жатпайды, ал керісінше маңызды істер шұғыл болмайды. Сауатты жоспарлауды үйрен. Әрекетсіз жоспар жай ғана қиял, ал жоспарсыз әрекет былық. Жапон мақалы. Апталық жоспар жасаудың тиімділігі болжамды істер мен мақсаттарды қамтыған жылдық, 90-дық, айлық жоспар болғаны дұрыс. Сондай-ақ оларды жүзеге асыруды көздесек, нақты күндік жоспар жасаймыз. Алайда күндік жоспарға енгізілген маңызды ісімізді жоспарда жоқ, шұғыл шаруалар бұзып кетіп жатады. Осының алдын алатын жол кем дегенде апталық жоспар жасаған дұрыс. Бұл бізді әртүрлі өзгеріс жағдайында жұмыс істеуден құтқарады. Ол үшін әр күннің жоспарын жасап, маңызды істерге арнайы екпін беріп, оларды апталық жоспарға қоса енгізген дұрыс. Апталық жоспар күндік жоспарға қарағанда анағұрлым үйлесімді әрі мазмұнды шығады. Өйткені 7 күннен тұратын апталық цикл жұмыс күндермен қатар тынығып, бойдағы қуатыңызды қалыпқа келтіруге мүмкіншілік беретін демалыс күндерін де қамтиды. Апталық жоспардың артық тұсы: біріншіден, еркін қимылға, екіншіден, шұғыл болатын өзгеріске икемділігі. Күнде таңертең өз күнтізбеңізді шолып шыққан кезде апталық жоспардағы істерге баса назар аударып, осы аралықта орын алуы мүмкін күтпеген жайттарды да ескересіз. Апта ішінде күтпеген жерден шұғыл шаруалар мен маңызды зор ұсыныстар шыға қалған жағдайда жоспарланған істердің орнын оңай алмастыру арқылы шешімін табасыз. Нәтижесінде басқа адамдармен қарым-қатынасты, өзара әрекеттестікті сақтай отырып, басымдық берген маңызды істеріңізді орындай алатындай апталық жоспарды нәтижелі ұйымдастыра алсаңыз, көңіліңіз әрдайым көтеріңкі болады. Орындай алмаудан пайда болатын өкініш пен өзіңізді кінәлі сезінуден құтылып, өмірдің қуанышты ләззатын татуға мүмкіншілік табасыз. Кемел адам күнделігінде арнайы апталық және күндік жоспар үлгісі берілген. Күнделікті жұмысты түріне қарай блокқа жіктеңіз.
күндік жұмысты түрлеріне қарай блокқа бөлген тиімді. Мысалы, фирмада немесе мемлекеттік қызметте істейтін адам таңғы сағат 6-8 аралығындағы уақытты бір блок деп есептеп, бұл уақытты өзінің жеке дамуына арнаған дұрыс. Мысалы, намаз оқитын кісі болса, құлшылығын атқарғаннан кейін таңғы жаттығуын жасап, немесе пайдалы кітап оқыған жөн. Сондай-ақ күндік жоспарын жасап, немесе пысықтап алған дұрыс. Терең ойға шомып, медитация жасауға таңғы уақыт тиімді. Бұл блокты таңғы сағат 5-тен бастауға да болады. Ал сағат 8 бен 9 бұл таңғы ас пен жұмысқа бару уақыты. Екінші блок сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін бұл күнделікті жұмыс уақыты. Мысалы, фирмадағы, мектептегі, мемлекеттік қызметтегі. Үшінші блок кешкі сағат 7 мен түнгі 10 аралығы. Бұл уақытты достарыңызға, отбасыңызға арнаңыз. Төртінші блок сағат 22:30-дан таңғы 6-ға дейінгі түнгі ұйқы. Ал белгілі бір уақытқа тәуелді емес адамдар блоктарды төмендегідей етіп бөліп тастаса болады. Мысалы, 6-дан 10 аралығы өзінің жеке тұлғалық дамуы. Таңғы аста осы блокта. Екінші блок таңғы 10-нан түскі 3-тің аралығы. Жеке кәсібіне арнау. Түскі асты да кәсібіне қатысты адамдармен бірге ішкен дұрыс. Үшінші блок түскі 3 пен кешкі 6-ның аралығы. Бұл түрлі кездесулер, қоғамдық жұмыс. Төртінші блок кешкі 7 мен түнгі 10-ның аралығы. Бұл жолдастар және отбасына арналады. Бесіншісі түнгі 10:30 мен 6 түнгі ұйқы. Жоғарыда бөлу тек мысал ретінде ғана ұсынып отыр. Әркім өз жағдайына қарай ыңғайлы етіп бөлгені дұрыс. Намаз оқитын кісі күндік жұмыс түрлерін 5 уақыт намазға қарай бөлуіне болады. Мысалы, таң намазынан кейін шыққанға дейінгі уақытты тұлғалық дамуына арнаса, 5 намазына дейінгі аралықты жеке кәсіби істеріне, ал 5 намазынан 2 намазына дейінгі түрлі кездесулер, ал 2 намазынан ақшамға дейінгі қоғамдық жұмыстарға бөлу дегендей. Ақшам мен құптан намазының арасындағы уақытты отбасына және жора-жолдастарына қалдыру. Аптаның кейбір күндерін атқаратын ісіңізге қарай басымдық бере отырып бөлуге болады. Мысалы, бірнеше кәсібі бар кәсіпкер апта күндерін кәсіп түрлеріне қарай бөліп басымдық танытса болады. Үлгі ретінде айтар болсақ, дүйсенбі күні өндіріс шығаратын кәсіпорындарға барады, ал сейсенбі күні алып сататын фирма жұмыстармен айналысады. Аптаның қалған күндерінде солай түрлі жұмысқа бөлек-бөлек арнауға болады. Ал сенбіде ағайын туыстарға баруға немесе үйге қонақ шақыруға, жексенбі күнін отбасымен өткізуге қалдырады. Дәруіш. Баяғыда бір дәруіш сапарға шығыпты. Жолай оны бір атты кісі мінгестіріп ала кетеді. Атты кісі баяу жүруді, мінгесіп келе жатқан дәруішпен әңгімелесуді білмейді екен. Топырақтатып тоқтамай шаба береді. Біраз уақыттан кейін дәруіш аттыдан тоқтауын өтініп жерге түседі де біршама уақыт үнсіз күйде өзімен өзі болады. Атты кісі дәруіштен мұның хикметін сұрайды. Сонда дәруіш, жылдам жүргеннің соншалықты денем сенімен ілескенімен рухым артта қалып қойды деген екен. Бұл қиссадан мынаны түсінуге болады. Күйбең тіршіліктің, қауырт жұмыстың, күнделікті оқиғалардың әсерінен айналамыздағы болып жатқан шуылдың ықпалынан шыға алмағандықтан қарасақ та көрмейтін, естісек те тыңдамайтын, білсек те түсінбейтін меңіреу күйге түстік. Өзіміздің рухымызды тыңдауды, жүрегімізге құлақ тұруды, ішкі үнімізді естуді ұмыттық. Айналамызға ғибрат көзімен қарап, оқиғалардың астарына үңіле бермейтін болдық. Қысқаша айтқанда, тәніміз озып, рухымыз қалып қалды. Алманы немесе кез келген жемісті қолыңызға алып, оны алғаш рет көріп тұрғандай аса мән беріп қараңызшы.
алақаныңызбен сыртын айналдырып асықпай сипаңыз. Мұрныңызға жақындатып иіскеп көріңіз. Алма ағаштың бүршік атып гүл ашқан сәтін көз алдыңызға елестетіңіз. Қара топырақпен жай ғана шыбықтан осындай көз тартар әдемілікке, жұпар иісті алмаға айналғанын ойлаңыз. Сосын құштарлана тістеңіз. Шырынын тамсана сорыңыз. Көзіңізді жұмып, дәмін сезініңіз. Асықпай жұтыңыз. Осындай көз тартар мың бір бояулы, әдемі, теңдессіз жұпар иісі сілекейіңізді шұбартар ғажайып дәмін жай ғана қара топырақ пен шыбықтан шығарған жаратқанға шүкір етіңіз. Тәбетіңіз оянып, сілекейіңіз шұбырғанын сезіп тұрмын. Дереу тұрыңыз да кез келген жемісті дәл осылай жеп көріңіз. Шалқар деген рухы мықты жас жігітті танимын. Омыртқасы сынып 10 жылдан аса уақыттан бері арбаға таңулы. Омыртқасы сынса да рухы сынбаған бұл азамат бүгінде әлеуметтік желі арқылы көп адамға шабыт беріп, оларды өмірге қайраттандырып жүр. Сол жігіттің бір айтқаны есімнен кетпейді. Қандай мазмұнды болса да түс көргенді ұнатамын. Себебі түсімде өз аяғыммен жүріп, өзім қозғаламын. Қалаған жеріме барамын. Бұл маған керемет ләззат сыйлайды. Оянып кетсем, қайтадан ұйықтауға тырысамын. Көбінесе түсімді жалғастырып, әрі қарай көремін. Ал біз бойымызда бар нығметтерді өңімізде сезіне аламыз ба? Сезінсең ғана бағалайсың. Ал бағалай алмасаң, шынайы шүкір етесің. Мұны керісінше қарастырайықшы. Шүкір ету үшін бағалау қажет. Бағалау үшін сезіну керек. Ал сезіну үшін ойлану ләзім. Ал ойлану үшін кідіріс, байыптылық қажет. Ой деген ойпаттан шығады. Ал ойпат бұл тереңдік. Ендеше ойлану үшін тереңге түсуге әрекет ету қажет. Байыптылық, кідіріс керек. Осымен мен бұл бөлімнің жарты бөлігін оқып шықтым. Егер осы оқып шыққаннан титтей де болса пайда ала алсаңыз, мен өте қуаныштымын. Менің каналымды ары қарай дамытуыма өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Каналыма тіркеліп, ұнаған болса лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді видеоның астындағы комментарийға жаза кетіңіз. Және де достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Дәл осы көп адам оқымаған әлі кітаптың дәл қазіргі таңда бізге керекті күнімізді жоспарлауға, дәл осы қағидалар, айтылған қағидалар бойынша жоспарлап үйрене беріңіздер. Осымен соңына дейін тыңдағандарыңызға үлкен алғысымды айтамын. Барлығыңызға рахмет.